Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге тауық қанаттарын даярлайтын боламыз. Ендеше менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тауық қанаттарымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ескере кететін жайт, мендегі ұн бірінші сорттағы ұн болғандықтан қара болып көрініп тұр. Ендеше бізге керегі 1 килоға жетпейтін осындай тауық қанаттары. Оны 2 бөлікке бөліп, керек емес, яғни ең соңғы 3-ші жерін кесіп тастаймыз. Енді маринаттауға кірісетін болсақ, ең әуелі бізге 1,5 шай қасық тұз керек. Одан соң 1 шай қасық қызыл бұрышты қосамыз. Мен өз қалауым бойынша осындай паприка копченая дегеннен 1 шай қасық қостым. Егер бұл жоқ болса, сіздер кәдімгі сладкий паприкадан 2 шай қасық қоссаңыздар болады. Енді паприканың өзінен 1 шай қасық қосамыз. Қара бұрыштан 1 шай қасық қосамыз. Ең соңына салқын судан құясыздар. Тауық қанаттары суға батып тұруы керек. Бетін орап, осы мариновкамызды кем дегенде 3 сағатқа қойып қоясыздар. Бір түн тұрса тіптен жақсы. Мен өзім 1 түн ұстадым. Ендігі кезекте ұнымызға көшейік. Ұнымызды алдық. Көз мөлшермен тауық қанаттарының сыртын үйкеуге жарамды деген мөлшерде аласыздар. Енді осы ұнымызға 1 шай қасық дәл копченый паприкадан қосамын. Ол болмаса, кәдімгі паприкадан қоса бересіздер. Және де 1 ас қасық қызыл бұрыштан қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Арасында ірі-ірі болып тұрғандарды майдалап шығамын. Енді осы кезде тауық қанаттарымызды алып, ұнымызға барлық жерін жақсылап үймелеп, одан соң қайтадан салқын суымызға салып, қайтадан ұнымызға үйкелейтін боламыз. Майымызды жақсылап қыздырып, одан соң орташа отқа қойып, тауық қанаттарын қуырып аласыздар. Қуыру уақыты, пісіру уақыты, яғни 15 және 20 минут аралығында жақсылап пісуі керек. Енді соусымызға кірісетін болсақ, бізге керек укроп, сарымсақ және де майонез. Осы укропымызды барлығын майдалап турап аламыз. 3 дана сарымсағымызды үккіштен өткіземіз. Үстіне 3 ас қасық майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Мінеки біздің тауық қанаттарымыз дайын, соусымыз да дайын. Енді дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.